Сәлеметсіңдер ме студенттер? Мен Шығыс Қазақстан технология колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Оразбекова Назым Оразбек қызы боламын. Бүгінгі біздің ашық сабағымыздың тақырыбы плазмамен кесу. Сабағымыздың мақсаты студенттердің плазмалы доғалы кесу технологиясы тақырыбы бойынша алған білімдерін жүйелеп бекіту және практикада орындай білуді дағдыландыру. Студенттердің ой өрісін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Ашық сабағымызды бастамас бұрын ең алдымен алдыңғы өткен тақырыптарға шолу жасасақ, яғни үй ашықта берілген сұрақтарға жауап беру. Бірінші ашық оттекті кесу кезінде қолданылатын кескіштер, екінші кесу түрлерін ата, үшінші сұрақ кесу кезінде қолданылатын газдарды ата, олардың құрамы, төртінші сұрақ флюс дегеніміз не? Келесі сұрақ инертті газдарды ата. Бірінші сұрақтың жауабы оттекті кесу кезінде қолданылатын кескіштер. Яғни кескіштердің барлығымыз білетіндей екі түрі бар. Арнайы кескіштер және әмбебап кескіштер. Кесу түрлері. Кесудің екі түрі бар. Автоматты кесу және қолмен кесу. Кесу кезінде қолданылатын газдар, олар бізде ацетилен, оттегі, пропан, көмірқышқыл, кислород және басқада айырбастағыш газдар қолданылады. Олардың құрамы бүкіл Менделеев кестесіндегі химиялық элементтер болып есептелінеді. Келесі сұрағымыз флюс дегеніміз не? Яғни флюс дегеніміз металл бетін дәнекерлеуге немесе кесуге жақсы қасиет беретін, беріктік қасиет, қаттылық қасиет беретін арнайы химиялық элементтердің қоспа тәріздес құрамы болып есептелінеді. Инертті газдар ата. Инертті газдар бізде олар аргон және кислород, яғни оттегі газы. Ең көп қолданыстағы ие газдар болып есептелінеді. Сабағымыз түсінікті болса, бүгінгі ашық сабағымызды бастаймыз. Яғни плазма. Плазма дегеніміз не? Плазма дегеніміз плазмалы имекті кесу кезінде плазма құраушы орта ретінде катодқа әрекет етуіне қарай белсенді емес, яғни аргон, азот, сутегі және белсенді ауа оттегі болып бөлінетін әртүрлі техникалық газдарды қолдану арқылы жұмыс жасау. Плазмалы имекті кесудің даму бастамасы ол құраушы орта болып көбінесе аргон газын пайдалану. Плазмамен кесу 10.000 градустан 50.000 градус Цельсий температураға дейін металлды электр өткізгіштер арқылы қыздыруға болады. Яғни түсінікті болатындай, біз алдыңғы сабақтарда кесу кезінде, кесу тақырыптарын өткен кезде басқа кесу түрлерін. Онда біз барлық газ түрлерін қолдану арқылы барлық металдарды қандайда бір температураға дейін 10.000 градус, 20.000 градус температураға дейін кесу жұмыстарын жүргіздік. Ал плазмамен кесудің ең бір жақсы ерекшелігі мұнда металлды 50.000 градус Цельсий температураға дейін қыздыруымызға болады екен. Басқа кесуден айырмашылығы плазмамен кесу жұқа металдарды, яғни 20 мм-ге дейінгі қалыңдықтағы металдарды кесуімізге болады. Одан кейін түрлі түсті металдарды кесуімізге болады. Кесу тазалығы жоғары, кесу үрдісіндегі автоматтандырылған қарапайым әдістерді қолдану және сонымен қоса бұнда ең бір артықшылығы тоқ көзін пайдалану арқылы кесу жұмыстарын жасауымызға болады екен. Плазмалы доғалы кесуге арналған жабдықтар басқа кесу түрлерінің құрамына бірдей болады. Яғни оларда міндетті түрде газдар, яғни баллондары, басқару пульті, қорек көзі және кескіш ретінде қолданамыз плазматронды. Қондырғысы ол жаңағы плазматронмен жабдықталған аргон газын пайдалану арқылы және арнайы
түтіктерді пайдалану арқылы жұмыс жасау плазмалы кесу болып табылады екен. Плазмалы кескен кезде басқа кесулерге қарағанда, яғни біз қолданбаймыз ацетилен, кислород, не болмаса жаңағы пропан, бутан газдарын қолданып жұмыс жасамаймыз. Мұнда тек қана қолданамыз аргон газын, сонымен қоса балқымайтын электрод, яғни вольфрамды электродты пайдалану арқылы кесу жұмыстарын жасайды екенбіз. Материалы жоғарыда айтып өтілгендей түсінікті, олар жаңағы газдар ретінде аргонды пайдаланамыз. Егер аргон болмаған жағдайда азот, сутегі, оттегі. Ал электроды вольфрамды балқымайтын электрод ВЛ-15 маркалы типті. Плазматрон. Плазматрон дегеніміз не? Көбінесе біз плазматронды жаңағы кесу, плазмамен кесу кезінде қана қолданамыз. Бұл плазмамен кесудің ең бір жақсы кесу аппараты болып есептелінеді, басқа кескіштермен салыстырғанда. Бұндағы 3 деген номерді қарап тұратын болсақ, мұнда 3-тік номерда сопласы. Сопланы таңдаймыз металл қалыңдығына және алынып отырған тоғымыздың күшіне байланысты. Егер де металлымыздың қалыңдығы түсті металл болып, ол 5 мм, 10-15 мм болатын болса, сопламыздың диаметрі 0-дан 6-ға дейін болады. Ал егерде одан да жоғары болатын болса, онда жаңағы 6-лы, 7-лі, 5 номерлі, диаметрлі сопланы пайдаланып кесу жұмыстарын жүргізуімізге болады екен. Плазма доғалы кесудің схемасында қарап тұрғанымызда, бірінші схемада бізде көрсетілген кәдімгі кесу жұмысы. Ол ацетилен мен кислородты пайдалану арқылы кесу жұмысы. Екінші схемада бізде көрсетілген плазмалы доғалы кесу. Мұнда көрсетілгенде тек қана газды пайдаланамыз. Яғни плазма, ацетилен, не болмаса кислород. Көбінесе кесу жұмыстарында кислородты пайдаланамыз. Ал плазмамен кескен кезде аргон газы, плюс-минус тоқтың күші, үшінші жаңағы пайдаланамыз вольфрамды электродты. 3 түрлі процестің жүруінің арқасында бізде жаңағы плазмалы кесу процесі жүреді. Яғни айырмашылығы осында, басқа кесумен салыстырғандағы айырмашылығы, яғни 3 түрлі процесті кесу арқылы жүргізу. Газбен кесу мен плазмамен кесудің айырмашылығы көрсету. Газбен кескен кезде металдың қалыңдығын аламыз, яғни ол болат металды кесеміз, шойын металды кесеміз, және де басқа да қатты металдарды кәдімгі газбен кесу жұмыстарымен жүргізуімізге болады. Түсті металдарды кесу бізге өте қиындыққа соғады екен. Сондықтан плазмамен кескенде көбінесе түсті металдар, яғни алюминий, мыс, магний, қорғасын, алтын, күміс сияқты түсті металдарды кесу жұмыстарын жүргізуімізге болады екен. Яғни айырмашылығы металдарында. Қарапайым кесумен кәдімгі болат шойындарды кесетін болсақ, ал плазмамен түсті металдарды да кесуімізге болады екен. Металды плазмалы доғалы кесу режимінің кестесіне назар аударатын болсақ, мұнда плазма түсетін газдардың жаңағы шығыны, кернеуі, жылдамдығы таңдалынады. Яғни ол бізде газға байланысты. Егер де қандай газды таңдасақ, сол газға қарсы кесілетін металды да таңдап аламыз. Бірінші, егер де ауа, яғни оттегі газын, кислород газын алатын болсақ, онда тек қана төмен көміртекті, не болмаса қоспаланған, яғни құрамында әртүрлі химиялық элементтері бар болаттарды ғана кесе алады екенбіз. Егер де техникалық азотты алатын болсақ, онда тоттанбайтын болаттарды, мыс, не болмаса мыс негіздегі қоспаларды алып кесуімізге болады екен. Үшінші, егер де жаңағы біз басында айтып өткендей плазмамен кескен кезде бізде аргон газын пайдаланамыз дедік. Басқа газдарды пайдаланбаймыз. Сондықтан, егер де жаңағы техникалық аргон, не болмаса сутек газын алатын болсақ, онда алюминий, түсті металдар, жаңағы жоғары көміртекті болаттарды
кесу жұмыстарын жүргізуімізге болады екен. Мында қарасақ түсінікті, яғни газға байланысты біз металды да таңдап аламыз. Біз басқа кесу кездерінде барлық газдар мен барлық металдарды кесу жұмыстарын жүргізгенбіз. Ал плазмамен кескен кезде, жаңағы айтып өткеніміздей кестедегідей, әр газдың өзінің кесілетін металы болып табылады. Екінші кестеге назар аударатын болсақ, мында екі түрлі металл берілген. Металдар бізде екіге бөлінеді, жаңағы түсті металдар және қара металдар. Біріншіде түсті металдың жаңағы қалыңдығы, тоқ күші, кернеуі, қуат көзі, жылдамдығы, кесу және газдың шығыны. Яғни түсті металдарға кеп алуымызға болады. Екінші кестеде жаңағы болат металдарды кесу. Мысал келтіретін болсақ, мысалы, металлымыздың қалыңдығы түсті металдар алюминийді 10 мм деп алатын болсақ, ондағы жаңағы сопламыздың диаметрі 2 мм болады. Тоқтың күші 200 ампер, кернеуіміз 170-180 вольт. Газымыздың шығыны 5 метр куб сағатына. Кесу жылдамдығы 350 метр сағат. Өйткені бізде алюминий қандай металл? Яғни ол бізде түсті, тез балқитын металл болып келеді. Екінші кестеде көрсетілгендей, бұнда қара металл, яғни болат алынған. Тура сол сияқты металдың қалыңдығы 10. Мұнда уже жаңағы біздің сопламыздың диаметрі 3 мм болып келеді. Өйткені металл бізде қара металл. Тоқтың күші жоғарылайды 300 амперға, кернеу 150 вольтқа дейін, қуат көзіміз 45 киловаттқа дейін барады. Ал жаңағы газымыздың шығыны метр куб, сағатына 1 метр куб. Кесу жылдамдығы 180 метр сағат. Яғни екеуіндегі айырмашылығы олардың металдың жаңағы қалыңдығында бірдей қалыңдықтағы металды әртүрлі жылдамдықта, әртүрлі тоқ күшінде, әртүрлі жаңағы газдардың шығынын алу арқылы кесу жұмыстарын жүргізеді екенбіз. Яғни плазмамен кесудің басқа кесуден айырмашылығын осылай түсінуімізге болады. Плазмалы бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, плазмалы доғалы кесу кезінде, яғни денсаулыққа зиянды үлкен мөлшерде газ, бу түзілуі мүмкін. Мысал алғанда біз көбінесе қолданамыз дедік аргон және азот газдарын. Оларда жаңағы демалуға, жаңағы тұтынушыға өте жоғары мөлшердегі қатты, өте иісі, өткір иісті газ бөлініп шығады. Сондықтан денсаулығымызды сақтау үшін біз көбінесе қолданыламыз аргонның орнына басқа газдарды да пайдаланып дәнекерлеуімізге болады, кесуімізге. Сондықтан жаңағы біз қолданамыз мұнда плазмалы доғалы кескен кезде міндетті түрде респираторлар қолданамыз және көзге В2, В3 типті жарық сүзгіштер, яғни ультрафиолетті әйнектерді қолданып жұмыс істеуіміз қажет екен. Плазмамен доғалы кесудегі техника қауіпсіздігі ол жаңағы газдарды пайдалану ережесі. 180 вольтқа дейін жаңағы кернеуді алуымызға болады. Одан кейін жаңағы 500 вольтқа дейін тоқ жүру аппараттарын пайдалануымызға болады. Техника қауіпсіздігін сақтау жаңағы респираторларды кию арқылы, санитарлық нормадағы газдарды пайдалану арқылы техника қауіпсіздігін сақтап жұмыс істеуімізге болады. Бүгінгі тақырып түсінікті болатын болса, тақырыпты қорытындылау ретінде екі топқа бөліп жұмыс жасаймыз. Яғни плазмалы доғалы кесу. Бірінші топ қондырғылар болатын болса, екінші топ материалдар. Қондырғылар тобында плазмамен кесу кезінде қандай қондырғылар қолданамыз және қандай металдарды пайдаланамыз. Ал материалдар тобында, яғни олардың газдары, қандай электродтар пайдаланамыз. Соларды реттеп жазып шығамыз. Жазып болса, қондырғылары бізде КДП-2 типті, жаңағы аппаратымыз плазматрон, кесілетін металы шойын, алюминий, мыс, тоттанбайтын металл.
Ал материалдары бізде газдары аргон, азот, сутегі, оттегі. Электроды балқымайтын вольфрамды VL15 типті маркалы электрод. Яғни жаңағы екі топқа бөлінгендегі біздің плазма мен доғалы кесудегі ең жоғары пайдаланылатын газдар мен электродтар болып есептелінеді. Суреттер сөйлейді айдарына келетін болсақ, мұнда екі түрлі сурет сіздерге берілген. Бұл суретте айырмашылығы қандай? Біз жоғарыда айтып өттік. Яғни кәдімгі кесумен қарағандағы бірінші суретте, екіншіде жаңағы бізде берілген плазмамен кесу. Екеуінің айырмашылығы неде? Яғни бірінші суретте біз тек қана газбен кесу жұмыс жасаймыз. Яғни барлық металдарды кесуімізге болады. Ол болат болсын, ол қара металл болсын, ол түсті металл болсын, ол жаңағы басқа да морт-сынғыш металл болсын, біз барлық газ түрлерін жасау арқылы жұмыс жасауымызға болады. Екінші, плазмамен кесуде біз электрод қолданамыз және аргон газын қолданамыз. Яғни екеуінің айырмашылығы газдарда және электродтардың, балқымайтын электродтың алынуында. Екеуінде де газ жаңағы жалынын таңдап аламыз екі металда да. Бұндағы айырмашылық, тағы да бір айырмашылығы. Қолмен кесуге қарағанда, газбен кесуде, плазмамен кесуде металл бетінде шлактар, қождар және басқа да химиялық заттар бөлініп шықпайды. Яғни металл таза кесіледі, сонымен қоса жаңағы металлдың шығыны плазмамен кесуде өте төмен болады. Келесі жаңағы қорытындылауымыз мен саған, сен маған. Яғни мұнда екі топ бір-біріне сұрақтар қою арқылы бүгінгі өтілген ашық сабақты жаңа қорытындылау ретінде бір-біріне сұрақтар қою арқылы бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Бірінші, плазма доғалы кесуде қолданылатын материалдар. Екінші сұрақ, қуаттың әсерінен плазманың температурасы. Үшінші сұрақ, плазма доғалы кесуге арналған қондырғы. Төртінші сұрақ, плазма доғалы кесу тәсілі. Плазма доғалы кесуде қолданылатын материалдар. Жоғарыда айтып өткенде, олар бізде жаңағы плазматрондар, УРД типті аппараттар, электродтар және аргон газы. Қуаттың әсерінен плазманың температурасы. Плазманың температурасы бізде 10 мыңнан 50 мыңға дейін градус Цельсий температурада. Плазма доғалы кесуге қолданылатын қондырғылар, олар бізде плазматрон және плазма кесу құрылғысы. Плазма доғалы кесу тәсілі, ол бізде жаңағы арнайы келген аппараттармен, құрылғылармен, сондай-ақ түсті металдарды дәнекерлеумен жұмыс атқарылады екен. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болатын болса, үйге тапсырма. Мұнда берілген сұрақтарға жауап беру арқылы плазма туралы тағы да басқа да жаңағы ойымызды қорытындылау, сұрақтарға жауап беру.